Болашағын ойлаған бөбектердің сұлтанындай санап халық перзенттерін қалыптасып кетуіне тұлға болып, айтыңдаршы, бөбекжайда себепкер кім? Ең алдымен әрине тәрбиеші, жанына шының үліп көріңдерші. Елеусіз еңбегіне басыңды иіп, биік төрден шын пейілмен орын берші. Әріптестер арасынан байқағаным, сәйкес келер бойына бар талабың, Сағидолла қызы Бекжанова Гүлмираны марқайып, мақтанышпен айталам. Лайықты жан марқайып айтуға да пайдасы тиіп жүр ғой әр тұлғаға. Нұр тұнған шырай әсте таси түссін, жария қып айта берем халқыма да. Әріптестер жүрегіне жол таба білген, жаңаша бағыттарды ала білген, озық тәжірибе таратып жас буынға педагогтық сара жолды сала білген. Қатысты филиологтар съезіне, семинарынан тәжірибе алды Ресейдің де, конференциялар түрліше бағыт берді, аудан, облыс, халықаралық көлемінде. Мақала етіп жариялаған көргендерін, таратып жүр өзінің жиып тергендерін, жинақ қылып таратқан білгендерін, ізден бас педагог дер едім мен. Жарық көрді сиқырлы жіп кітабы да, әдістемелік көмек болды ұстаздарға. 22 жыл еңбегін тек өткізбей, көп пайдасын бере білген тұстары да. Жоғарғы білімі мен санаты да, сол санатқа лайықты дара тұлға, биікке өрлей берші әріптесім, ешқашан шаң жұқпасын қанатыңа. Балаларды сіңірді қанша еңбек, келеді болашағы ілгерілеп, жемісін көрсінші сол еңбегінің, еңбек теңген жан ғана бәрін жеңбек. Бір бөлек атанамен байланысы, сыйлайды тұра қалып үлкен кіші, жеткізер талай биік белестерге халқының риза болған ағалғысы. Отбасында келеді қатар алып, жүрген жан жанұясының бағын жағып, жолдасының сүйеніш артқан асыл жары, 3 қызына аяулана атанып. Әріптесім жайлы тағы не айтайын, жаны нәзік, сабырлы қарапайым, ұлығылауға лайықты жан деп білем, жақсының жақсылығын таратайын.